Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай өте дәмді болып шығатын, дәл KFC-дегідей чикен дайындадым. Ең алдымен бізге тұз, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш, сарымсақ және тауық еті мен су, зәйтүн майы қажет. Ең алдымен осындай құрғақ қоспаларды суға қосып аламыз. Содан кейін зәйтүн майын қосамыз. Және осылай венчикпен араластырып аламыз. Кейін осы сұйық массаны тауық етіне құямыз. Осылай тауық етінің барлық жері осы сұйық массаға тиіп тұру қажет. Бетін полиэтиленовый пакетпен немесе жай пакетпен жауып, 2 сағатқа немесе 1 күнге тоңазытқышқа қоямыз. Сонда маринад жақсы сіңеді. Енді ұнға куркума мен паприканы қосып араластырамыз. Және де тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін тауық еттерін осылай сәл араластырып аламыз да, осы ұнға жақсылап аунатып аламыз. Осылай аунатып болған соң жай ғана суға батырып аламыз. Ең бастысы ауасы шығу керек. Содан кейін алып, қайтадан ұнға тағы да аунатамыз. Мінекей осылай аунатып болғаннан кейін қызып тұрған майға осылай 2 жағын пісіріп аламыз. 2 жағын шамамен 7 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, чикен дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сырты осылай қытырлақ, іші жұмсақ болып піседі. Өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген тұздықты пайдалансаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, және де комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.